Сәлеметсіздер ме? Бүгін бізде математика 4-ші сынып 132-ші сабақ. Қос теңсіздіктерді шешу. Бірінші тапсырма әріптерден берілген жиынның ішкі жиынын құрайтын кем дегенде 5 сөз құра. Яғни А жиында бізде А, С, Т, Р, О, Н, О, М, И сөздері бар, әріптер бар. Осы әріптерден біз ішкі жиынын құрайтын кем дегенде 5 сөз құрауымыз керек. Яғни ішкі жиыны осы А жиынына қатысты астроном, ас, тор, он, ар ішкі жиыны бола алады, осы әріптер. Екіншісі 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 0, 1, 2, 3, 3, 4, 5, 6, 4, 5, 6, 7 жиындарының қайсы x кіші 3 теңсіздігінің шешімдер жиыны болады. Яғни 3x 3-тен кіші сандар, 0-ден 2-ге дейінгі сандар. Яғни 0, 1, 2 осы x тең болады екен, теңсіздігінің шешімдер жиыны болады екен. Б-сы бірінші теңсіздікті шешкен кезде мынадай жауап алдық. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Екінші теңсіздіктің жауабы 5, 6, 7 болады. Қандай теңсіздіктерді шештік? Яғни бізде x кіші 7-ден, яғни 7-ге дейінгі сандар, 7-ден кіші сандарды жазамыз, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ал x үлкен 4-тен, яғни x 4-тен үлкен кез келген сан болуы мүмкін. 5, 6, 7 және одан да басқа сандар болуы мүмкін, шексіз. Екінші есеп ережені көңіл бөлейік. Екінші есепті шығармас бұрын қос теңсіздіктерді шешу кезінде қалай пайымдауға болады? X белгісізі 8-ден артық 11-ден кем. Мысалы арқылы қарастырайық. X үлкен 8-ден және X кіші 11-ден теңсіздіктердің шешімдер жиынын табайық. X 8-ден теңсіздігінің шешімі 8-ден үлкен барлық сандар жиыны. X үлкен, яғни 9, 10, 11, 12, 13 және шексіз сандар. X 11-ден кіші болса, 11-ден 11-ге дейінгі сандар, яғни 11-ге дейіннен бастап 0-ден 10-ға дейінгі сандар. Енді осы жиындарының қиылысуын, яғни екі жиынға да ортақ сандарды табамыз. 9, 10 сандары жиындарының қиылысуы болады. Яғни екі жиынның қиылысындағы сандар қос теңсіздіктің шешімдер жиыны болады. Яғни 8-ден x 8-ден үлкен, 11-ден кіші. 8-ден үлкен 9, 10, 11-ден кіші, 8-ге дейін 10, 9 сандары бар екен. Қос теңсіздіктердің шешімдер жиынын сан сәулесінде көрсет. Яғни бізде x белгісізі 4-тен артық 11-ден кем. Біз жазамыз сан сәулесіне 4-тен артық сандарды 11-ден кем. 4-тен артық ол 5, 6, 7, 8, 9, 10 болуы мүмкін, ал 11-ден кем болса, біз жаңағы 0-ден 10-ға дейінгі сандарды белгілейді екенбіз. Әсі 7x белгісі 7-ден кем, 9-дан артық. Яғни 7-ден 9-ға дейінгі сандар, 7-ден үлкен сандар, 8, 9, 10 болуы мүмкін. Ал 9-дан кем сандар 0-ден 8-ге дейінгі сандар болуы мүмкін, 7-ден кейінгі 9-ға дейінгі, яғни 8 қиылысу жаңағы жиындардың шешімдер жиыны 8 болып тұр, бұл жерде әде. Үшінші есеп қос теңсіздіктердің үшінші есеп сан сәулесінен қос теңсіздіктердің шешімдер жиынын қара, шешімдер жиынын жаз. Яғни x белгісізі 3-тен артық 8-ден кем. 3-тен артық дегеніміз біз жаңағы 3-тен артық кез келген сан болуы мүмкін x, 4, 5, 6, 7 болуы мүмкін, ал 8-ден кем дегеніміз 8-ден кіші сандар, 0-ден 7-ге дейінгі сандар болады, яғни
3-тен артық 4, 5, 6, 7 шешімдерінің жиыны ол 4, 5, 6, 7, е. Ал әсі 4, x белгісізі 4-тен артық 10-нан кем. Яғни 5, 10-ға дейінгі сандарды жазамыз, 5, 6, 7, 8, 9. Бұсы x белгісі 2-ден артық 9-дан кем. 2 мен 9-дың арасындағы сандарды жазуымыз керек. 3, 4, 5, 6, 7, 8-ге тең болады екен. Есеп, егер арман өрнекті амалдарының орындалу реті бойынша жазған болса, онда оның қандай өрнекті есептегенін тап. Яғни, жақша ішінде 3.467.589 азайтылған 1.879. Жақшаны жабамыз, бөлеміз, 9.087.761 азайтамыз, 9.087.751-ді. Сонда бірінші амал бізде бірінші азайту, екінші амал жақша, үшінші амал бөлу. Сонда бізде болады 246.671-ге тең болады екен. Екіншісі 346 көбейтеміз, 98 бөлеміз 8 қосылған 8.809.347. Бізде бірінші жақшаның ішінде, екінші бөлу, үшінші қосу орындалады. Сонда бізде болады 8.848.618-ге тең болады екен. Бесінші есеп. Есепті шығарудың екі тәсілін түсіндір. Халықаралық конгресске әртүрлі елдерден 100 астроном келді. Конгрестің барлық материалы ағылшын, неміс, француз тілдерінде жарияланды. 100 ғалымның 42-сі ағылшынша, 30-ы немісше, 28-і французша, 5-еуі ағылшынша және немісше, 10-ы ағылшынша және французша, 8-і французша және немісше, 3 астроном ағылшынша, французша, немісше біледі екен. Қанша ғалым осы тілдердің біреуін де білмейді? Арман ойланып тақтада көрсетілген шешімді ұсынды. Оның қалай пайымдағанын анықта. Яғни, «42 қосылған 30, қосылған 28, азайтамыз 5, азайтамыз 10, азайтамыз 8, қосамыз 3, 80-і біледі. 100-ді азайтамыз 80-нен 20-сы білмейді екен, е? Екінші, Әлия есепті Эйлер дөңгелегінің көмегімен шығарып, тақтадағыдай пайымдады. Саған кімнің тәсілі көбірек ұнады? Есепті Эйлер дөңгелегінің көмегімен шығар. Әлияның сызбасын пайдалан. Яғни, 30 қосылған 20 қосу 13 қосамыз, жақшаның ішінде 7 қосылған 2 қосылған 5 тең, 63 қосылған 14, 77-ге тең. 77-ге 3-ті қосамыз, 80-і біледі. 100-ді азайтамыз 80 тең 20. 20-сы білмейді екен, е? Алтыншы есеп, балалардан құрылған топ аспандағы жұлдыздарды тамашалау үшін саяхатқа шықты. Олардың 7-еуі өздерімен бірге бутерброд, 6-ы жеміс, 5-еуі печенье алды. 4 бала өзімен бірге бутерброд пен жеміс, 3-еуі бутерброд және печенье, 2-еуі жеміс пен печенье, ал 1-еуі бутерброд, жеміс және печенье алды. Саяхатқа неше бала шықты? Эйлер дөңгелегіне салатын болсақ, бутерброд, яғни 7 бала бутерброд, жемісті 6 бала, печенье 5 бала алған болса, ортақ жаңағы бутерброд алған, жеміс алған және печенье алған балаларды есептейміз. Сонда бізде саяхатқа 10 бала шыққан екен. Жетінші есеп, нүктелердің орнына ұзындықтың тиісті өлшем бірліктерін қой, мүмкін болатын жерлерде шешудің әртүрлі нұсқасын ұсын. 35 мм кіші 4, яғни 4 сантиметрден, е? Одан кейін 7 дециметр, 7 сантиметр үлкен, 7 дециметр, 7 қандай болуы мүмкін? 7 дециметр, 7 миллиметрден, е? 4 сантиметр кіші 2 миллиметр, 3 сантиметрден. 1 дециметр 5 сантиметр кіші, 1 метр 5 сантиметрден. Дәл осы түрде ары қарай есепті жалғастырып шығарамыз. 8-ші есеп, Эйлер дөңгелегінің көмегімен шығар. Ғарыштық
Зерттеулер институты қызметкерлерінің 12-сі Францияға, 10-ы Италияға, 8-і Англияға, 5-еуі Англия мен Италияға, 6-ы Англия мен Францияға, 6 қызметкер Франция мен Италияға барды. 4 адам барлық 3 мемлекетке де болды. Институтта неше адам жұмыс істейді? Яғни Францияға 12, Италияға 10, Англияға 8 және ортақ Италияға да, Англияға да, Францияға да барған адамдарды яғни есептейміз. Сонда институтта 17 адам жұмыс істейді екен. 9-шы есеп, қос теңсіздіктің шешімдер жиынын сан сәулесінде көрсет және шешімдер жиынын жаз. X белгісі 14-тен артық, 25-тен кем. Яғни 14 пен 25-тің аралығындағы сандарды біз жазамыз. 15-тен 24-ке дейінгі сандар X шешімі болады екен. Екінші, X белгісі 8-ден артық, 19-дан кем. 8 бен 19-ның арасындағы сандар X-қа тең екен.